Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын печеньені үйретемін. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Ақ түске енгенше. Содан соң сахарная пудрамызды салып, тағы 2-3 минуттай миксерлейміз. Мінекей аппақ түске енді шым-шым тұзымызды, жұмыртқамызды салып, тағы кішкене миксерлеп жібереміз. Енді ұнымызға қопсытқышымызды араластырып, аз-аздан салып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді жұқа етіп жайып формамен кесіп алатын боламыз. Мінекей қамырымызды кесіп алдық. Енді ортасын осылай домалақ етіп шығамыз. Енді ортасына вареная сгущенка салып шығамыз. Вареная сгущенкамыз салып болдық. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей печеньелеріміз дайын. Өте сондай дәмді, ауызда еріп кететін керемет болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңырау батырмасын басып қойыңыздар.